Ассалаумағалейкум керек арнасының көрермендері. Семіздік дертіне шалдыққандар саны соңғы жылдары артып келеді. Ал оны дер кезінде тоқтатпаса, түрлі аурудың қозуына себепкер болатыны айдан анық. Негізінен семіздіктің 6 түрі болады. Сіздегі артық майлар олардың қайсысына жататынын білесіз бе? Қазір көрсетіліп тұрған суретте семіздіктің түрлері берілген. Соған қарап артық салмағыңыздың сырын ұғынып көріңізші. Бірінші тұрған суретке назар аударыңыз. Бүкіл денені май басу. Егер сіздің жағдайыңыз бірінші суреттегідей болса, онда сіздің тамақсау болғаныңыз, қомағайлық, артық салмақты көптеген адамдардың негізгі мәселесі. Өзі тойса да көзі тоймайды. Шамадан тыс бір қасық асап қоюдың нәтижесі бірден мүсініңізде ақ мен мұндалап тұратын болады. Сондықтан ас мәзіріңізге және оның мөлшеріне көңіл аударыңыз. Тәттілер мен ұн өнімдерін, өте майлы тамақтарды мәзіріңізден сызып тастаңыз. Сондай-ақ тамақтанудан жарты сағат бұрын 2 стакан су ішу қулығын да байқап көруге болады. Дене жаттығуын жасап жүруді ұмытпаңыз. Сонда нәтижеге тезірек қол жеткізесіз. Екінші адамға назар аударсаңыз, ол қой қарын. Томпиып қарныңыз ғана шығып тұра ма? Ендеше сіз артық тамақ жеп қойдым деп түрлі диета ұстап жүрмеңіз. Томпиған қарын артық астың емес, күйзеліске көп түсіп, уайыммен жүретініңіздің белгісі. Мұндайда жанның тыныштығын ойлаңыз. Өзіңізге ұнайтын іспен көбірек айналысып, әр күннің әдемі сәттерін көре білуді үйреніңіз. Ал ұсақ-түйек тұрмыстық мәселелердің мүсініңізді бұлай білдіруіне жол бермеңіз. Үшінші адамға қараңыз. Глютенді семіздік, жамбас тұсының семіруі, гормоналды дисбаланс немесе менопауза, яғни етеккірдің толық тоқтауынан хабар береді. Мұндайда көбірек қозғалып, жаман дағдыларды ұмытқаныңыз жөн. Төртінші, зат алмасудағы дисбаланс. Мұндай артық май құрсақ қуысында жиналып, тіпті дұрыс демалуға кедергі келтіруі де мүмкін. Одан арылу үшін көбірек қозғалыста болып, зиянды тағамдарды тұтынбау керек. Бесінші суретке назар аударсаңыз, күре тамыр жолдарының семіруі. Семіздіктің бұл түрі ген арқылы беріледі. Десе де тұқымынан деп қарап отырмай күресуіңіз керек. Егер май аяқта жиналатын болса, оған біраз күш түсіріп қозғалуыңыз қажет. Мұндай кезде лифтіні ұмытып, тек баспалдақпен жүруді қолға алыңыз. Алтыншы суретке назар аударсаңыз, бұл қозғалыстың жоқтығынан семіру болып табылады. Өте аз қозғалатын адамдарда семіздіктің дәл осы түрі пайда болады. Ал сіз қозғалмаған сайын ол өрши бастайды. Олар негізінен кеңсе қызметкерлері екені айтпаса да түсінікті. Сондықтан мейлінше көбірек қозғалыста болып, мүсініңізге ғана емес, денсаулығыңызға да еріншектігіңіздің кесірі тиіп кетпеуін қадағалаңыз.